Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдарман? Каналыма тіркеліп, соңына дейін қолдап отырыңыздар. Адамның күні адаммен. Азаттың аурухананың есігінен кіргені сол еді. Алдынан жүгіріп шыққан медбике қыз: "Сізді асыға тосып отырмыз. Түнгі жол апатынан бір жас жігітті алып келді. Ес-түссіз жатыр. Не қылса да миына зақым келген-ау" деп нейрохирург жігіт ақ халатын кигенше тоқтамай сөйледі. Қазір деп үстел үстіндегі құралдарын жедел алған Азат жан сақтау бөлмесіне асықты. Барса сол жерге екі әріптесі де шұғыл жетіпті. Бірталай жасқа келген тәжірибелі бөлімше бастығы Сағат жол апатына түскен жігіттің басын рентген суреттерін қарап тұр. Оның жүзінде абыржуды көріп, сезініп жинай алмай жатқан жігіттің халі мәз емес екенін түсінген Азат: "Қалай?" деді. "Жақсы емес, өзің көрші, миына жақын жерде ісік пайда болған. Оның үстіне бірталай жіңішке қан тамырлар зақымданған секілді. Қан үйіп қалған өз алдына" деп Сағат жігіттің қолына суреттерді ұстата салды. "Енді не істейміз?" деді Азат зақымдалған басын суретін мұқият қарап. "Білмеймін, операция жасау керек, алайда жанын алып қала аламыз ба жоқ па? Бұл үлкен сұрақ" деп екінші әріптесі Ермек өзінің күмәнін жасырмай. "Алдын ала операцияның нәтижесі болатынын біліп тұрып, осындай қауіпке басымызды тігеміз бе? Өкінішті, өрімдей жас жігіт екен. Туысқандарына шындықты айту керек" деді Сағат шаршаған үнмен. "Маған бір ой келіп тұр. Өзіңіз айтып тұрсыз, жас жігіт" деп. "Жүрегі шыдайды, не қылса да туысқандары келісімін берсе, операция жасап көрейік. Қалай қарайсыз?" деді Азат аз-кем ойланып. "Сен бұл қауіпті операцияны мойныңа алып жасай аласың ба? Біз әзірге миына жақын орналасқан ісікті қалай алу керек екенін және қанша жіңішке қан тамырларының толық зақымдалғанын білмейміз ғой. Мен операцияға қатыспаймын. Егер бұл жігіт олай-бұлай болып кетсе, басымыз пәлеге қалады" деп бөлімше басшысы өз шешімін кесіп айтты. "Мен де білмей тұрмын" деді әріптесі. Ермек те екі ойлы болып. "Азат, сен шетелде осындай қиын операцияларға қатысып көріп пе едің?" "Иә, мұндай жағдайлар болған. Өте қиын операцияларға қатыстым, бірақ онда жаңа технологиялар мен тәжірибелі нейрохирургтар болды" деді Азамат күлімжіп. "Мен өз ойымды айттым. Ары өздерің шешіңдер. Уақыттарын өте тығыз. Кез келген уақытта тағы да бірер қан тамырлары жарылып, миына қан кетіп қалса, бұл жігітті құтқара алмайсыңдар" деп Сағат жан сақтау бөлмесінен шығып жүре берді. Есік көзінде тұрған жігіттің туыстары дереу нейрохирургты көріп қоршап алды. "Дәрігер, айтыңызшы, жігіттің жағдайы қалай? Ота жасайсыздар ма?" деген сұрақтарға Сағат қысқаша жауап берді. "Жігіттің жағдайы өте ауыр. Миына жақын жерге қан ұйған және ісік бар. Тағы ары қарай қандай зақымдаулар бар екенін біле алмай тұрмыз. Тіпті операция жасаған өзінде нәтижелі болады деп айта алмаймын. Менің пікірім осындай" деді. "Дәрігер, енді не істейміз? Әлде Алматы немесе Астанаға алып кетеміз бе?" деген абыржыған дауыстарға. "Жігіттің өмірі қыл үстінде жатыр. Ешбір қозғалысты көтере алмайды. Енді не істедік? Көмектесіңізші. Жалынамын, көмектесіңізші" деп бір әйел жылап Сағаттың ақ халатына жармасты. "Мен сіздерге ақиқатты айтып тұрмын. Ал осында шетелден білім алып, тәжірибе жинақтап келген Азат деген нейрохирург бар. Егер де ол ота жасауға келсе, мүмкін көмектесе алады. Мен ешкімге бұйрық бере алмаймын. Өз еркі білсін" деп өзінің соңғы сөзін айтуға тура келді. "Ол қайдан табамыз?" деп абыржыған еңгезердей жігіт ағасы кетуге асыққан Сағаттың соңынан ілесті. "Ол қазір жансақтау бөлімінде. Балаңыздың миын түсірген суреттерін көріп ойланып тұр" деп бөлімше бастығы тез кетуге тырысты. Енді жылаған күйзелген жұрттың назарын жансақтау бөлмесі жаққа ауды. Осы кезде күтіп тұрғандай іштен талдырмаш денелі ақ халат киген қара торы жас жігітпен бірге егделеу дәрігер жігіт ағасы ілесе шықты. "Азат деген сенбісің? Жігіттің жағдайы қандай? Операция жасау келе ме? Жанын қалай сақтап қаламыз? Қарағым, бар үмітіміз сенде, көмек бере көр" деген дауыстар жан-жақтан естіле бастады. Егделеу дәрігер тоқтап: "Тынышталыңдар. Жылағанымен ешбір көмек жоқ. Біз не істейтінімізді талқылап жатырмыз. Жігіттің халі мүшкіл екенін жасыра алмаймыз. Өмір уақыты сағат емес минуттарды санап жатыр. Егер мына жаратылыс берген дарыны бар Азат Рақымұлы операция жасауға келсе, жақсы болар еді" деп жанындағы жас нейрохирургтың жүзіне қараушы пішінмен қарады. "Бауырым, отбасындағы жалғыз ұлым еді. Жанын алып қал, не сұрасаң да беремін" деп екі көзі қызарған жігіттің әкесі
соқылдап жылап жіберді. Азат оны бірден шырматты. Сол кісі әлде күнге шейін басына түскен сол бір қиын жағдайы ұмыта қойған жоқ. Азаттың көңілі алабұртып кетті. Дәл қазір-ақ телпек ақ халат киіп тұрған талдырмаш жас жігітті олар тіптен таныған жоқ. Бірақ осы да дұрыс шығар. Онсыз да өлі мен тірінің арасында жатқан жас жігіттің өмірі қыл үстінде жатқанда өткен күндердің келеңсіз оқиғасын қазбалап қайтеді. Әрі Гиппократқа берген анты бар. Іштегі толғанысын білдірмеген Азат көпке көңіл аудармай, мен қолымнан келгеннің бәрін жасаймын, операцияға рұқсат, қолхаттарыңызды жазып беріңіздер, деп мына жылап сықтаған топ мынаның тезірек кетуге тырысты. Әрине, қолхат жазып береміз, бірақ ұлымның жанын алып қаламын деп кепілдік бересің бе, деді жігіттің әкесі. Көңіліндегі күдігін жасырмай соңынан ілесті. Мен сізге айтып тұрмын ғой, қолымнан келген көмегімді аямаймын, ал кепілдік бере алмаймын, деп Азат операцияға дайындалу үшін аяғын тез-тез басып кетіп қалды. Ауыр халде жатқан жігіттің туған-туыстары біраз естерін жинағандай болды. Ота жасайтын бөлменің маңына барлық туған-туысқандар кейіндегі кең жарық дәлізге шығарылды. Мынадан беріп жан күйзелісіне ұшыраған жігіттің анасы көзінен ыстық жасы сорғалап жылауын тоқтатпады. Соған қарамастан сөмкесіндегі қайта-қайта шырылдаған ұялы байланыс телефонын алып, әлдекімдермен болған мән-жайды айтып тоқтаусыз сөйлесіп жатты. Әкесі де қарап тұрмай таныстарының қоңырауына жауап бере бастады. Сәке, білмеймін, жол апатына түскен ұлымның жағдайы өте қиын. Таңға жуық көзі ілініп кетті ме, келе жатқан көлігі жардан ұшып кетіп, 3 рет аударылып, қалай тірі қалғаны белгісіз, оған ота жасап жатыр. Кім жасап жатыр дейсіз бе? Бір Азат деген жас жігіт екен. Өзі шетелде оқып білім алған дей ме? Білмеймін, Сағат деген бөлімше бастығы ота жасаудан бас тартты. Сол кісі осы нейрохирург айтты деп болған мән жағдайды айтып бастады. Иә, білемін. Азат Рахымұлы өте білімді нейрохирург. Біраз жылдар бойы шетелде, Ресейде қызмет атқарған. Ол өткен жылы анасы қайтыс болған соң елге қайтып оралды. Марқұм анасының бейітін тұрғызып, асын берген соң қайтадан шетелге жұмысқа кетеді деген әңгіме бар. Квалификациясы жоғары маманды. Германия мен Ұлыбритания сияқты елдердің госпитальдары қызметке шақыртып жатқан көрінеді. Не қылса да ол ұлыңды құтқаруға бар күші жігерін салады. Қолы алтын дарынды жігіт, деп ар жақтағы адам жігіт ағасының көңілін аулады. Не дейді? Деді жылап отырған әйел күйеуінің жүзіне сұраулы пішінмен қарап. Бәрі дұрыс болады дейді, деп жігіт ағасын әйелін тыныштандыру мақсатымен осы кезде жылағаннан екі көзі ісіп кеткен қызы Мая ата-анасының жанына жақындады. Папа, сіз ана хирург жігіттін таныған жоқсыз ба? Жоқ, деді әкесі қызынан таңданып қарап. Қалайша танымадыңыз? Бұдан 3-4 жыл бұрын біздің $250 мың тұратын джип көлігімізді соғып, шығын келтірген осы жігіт емес пе? Мен бір көргеннен таныдым. Не? Әкесі үстіне біреу суық су құйып жібергенде селк ете қалады. Ойбай қызым, оны неге ертерек айтпадың? Ол мен ұлымды өлтіріп енді кек алады ғой, деп анасы баж ете қалды. Мүмкін емес. Ұқсас біреу шығар, деп әңгіме төркінін жаңа ұққан әкесі басынан ұстап дірілдеп орындыққа отыра кетті. Білгенде не істейтін едіңдер? Басқа амалдарың бар ма еді? Бұл аурухананың бірде-бір нейрохирург келіспеген операцияны жасауға ол жігіттің жүрегі дауалады ғой. Кірленген саналарыңды бықсытты шығармай енді тыныш тұрыңдар, деп жігіттің ақ сақалды атасы ашуланып кетті. Әй балам, ай дүниен дөңгелек екен, қалайша білмедің? Қазақ адамның күні адаммен демеуші ме еді? Ата, сол кезде ұлыңыздың осы жігітке көрсетпеген қоқан-лоққысы жоқ. Ақша әкесін өлтіргендей $100 мың қаржыны желкесіне сығып жүріп алды ғой, деп мән жайды жақсы білетін келін жылап қоя берді. Мүмкін емес. Осындай сәйкестік бола ма, деп өмірі қыл үстіне жатқан жігіттің әкесі әлі сенбей іштей күбірлей берді. Болады. Сол кезде жасаған қиянатын енді ұлыңның алдынан шықты, деп ыза болып жаны қысылған әйел одан әрмен жылап қоя берді. Папа, сол қымбат көлігіңізді соғып кеткен кезде жігітке қол да көтердіңіз. Мен ішінде болдым ғой. Бұл жігіт сізге басымен ұрмаңыз, қолымды сындырмаңыз. Мен хирургпын деп жалынып еді ғой, есіңізде ме? Деп қызының да дауысы дірілдеп шықты.
жапшы аузыңды, мен қатты ұрған жоқпын ғой деп енді әкесі ақтала бастады. Иә, ұрған жоқсың. Әуелі 3 күннің ішінде $100,000 қолыма санап әкеліп бермесең, өлтіремін дегенсің деп күйген әйелі де жүзі көгеріп орнынан тұрып күйеуіне тап берді. Қоясыңдар ма түге? Ұлдарың хал үстінде жатқанда жанжал шығардыңдар ғой. Не? Деп атасы ашуланып бар даусымен ақырып жіберді. Барлығы жым болды. Әлі есінде, ол жігіт 3 күннің ішінде джип көлігін жөндету үшін қомақты қаржыны қолына санап әкеліп берген. Оның себебі, егерде қылмыстық іс қозғалса, ол шетелдегі қызметіне қайта алмай қалады екен. Осы сәтті тиімді пайдаланғанына өзінің қатты мақсаттанғаны әлі есінде. Шетелден келген жас жігіттің аңқаулығының арқасында $100,000 нәпақа таптым деп жолдас-жорасына әбден мақтанған. Қазір сол оқиға есіне түсіп қатты күйзеліп кетті. Енді не болады? Мүмкін хирург жігіт өзін танымаған шығар. Әй қайдам, ол оқиға есіне қалмады дегенге кім сенеді? Әрине таныды, сыр білдірген жоқ. Операциядан бас тартуына болатын еді, бірақ олай жасамады. Неге? Санасын қаумалаған сансыз сұрақтардан жігіт ағасы бір орында пайыз тауып отыра алмай жүрегі қысыла бастады. Дәрісте әрлі-бері жүгіріп жүрген медбике қызға жағдайын айтып еді. Ол дереу бір бөлмеге ертіп барып қан қысымын өлшеп, дәрігердің нұсқауымен иіне шаншып берді. Содан кейін уайымдамаңыз. Азат Рақымұлы қолы алтын хирург. Ол кісінің операция жасауға келіскенінің өзі үлкен жетістік, деп жігіт ағасының көңілін аулады. Ол қайда дәлізге шықса ештеңе өзгере қоймапты. Операция басталғаны 4 сағаттай уақыт өтті. Жиналғандардың барлығы қатар түзіліп үнсіз күтіп отыр. Мына беймәлім тыныштық адамдардың жүйкесін жұқартып бара жатқанға ұқсайды. Жігіт ағасы қарап отырған сол жылдары жасаған үлкен қиянатын есіне алып, іштей қайта өкіне бастады. Бұлай боларын кім біліпті? Барлық есілдерді оңай олжа, мал табуға ауып кеткен. Байлық пен барлық қандай жолмен келетінін тіпті таңдап көрмепті. Берсе қолынан, бермесе жолынан талай адамдардың нәпақасын тартып алған күндері де болды. Әйелі айтса да бір нәрсені біліп айтады. Мына хирург жігітке де қып-қызыл қиянат жасаған. Соттатпақшы да өлтірмекші де болды. Ауру анасын алып кетуге асыққан жігіт түнде келе жатып, жол жиегіне қойып кеткен қымбат көлікті абайсызда соққан еді. Шын мәнінде $15-20,000 үстінде жөнделетін көлікке қыруар қаржы талап еткен болатын. Енді сол иттігіне іштей қатты өкініп тұр. Өткен күнгі қиянатын жанын құрттай жегіде жеп барады. 6 сағат өткенде барып туған-туыстары алыстан телміреп қарап тұрған операция жасалып жатқан бөлменің есігі сарт етіп ашылды. Барлығы ішке ұмтылды. Олардың жолын медбике қыз бөгеп жібермеді. Операция сәтті өтті. Азат Рақымұлы қызметтік бөлмесіне кетті. Ол кісі қатты шаршаған екен, біраз демалған соң сөйлесесіздер деп ешкімді маңына жуытпады. Осы сөздің өзі жиналғандар үшін үлкен қуаныш болды. Барлығы бір-бірін құшақтап көздеріне жас алды. «Папа, сіз Азаттан кешірім сұрамайсыз ба?» деген қыздың сұрағын естіп, жігіт ағасы не айтарын білмей тосылып қалды. «Ол мені танып қояма деп қорқып тұрмын, қызым. Желкесі күжірейген қылмыскерлерден сескенбеуші едім. Ал мына нейрохирургтан қорқып тұрмын. Батылым барар емес» деп шынын айтты. «Жаным тірі болса әлгі алған ақшанды қайтарып бересің» деп әйелді сілкініп шыға келді. «Әрине қайтарамын, артығымен қайтарамын» деп кінәлі күйеуі қалбалақтап қалды. «Ол жігіт ақшаларыңды алмайды. Мен бәрін білемін» деп жандарына келген екінші нейрохирург ермек қатқыл дауыспен. «Ақиқатын айтсам егер Азат болмаса, ұлыңыздан бүгін-ақ айырылып қалар едіңіз. Бұл маңда ешкім қолынан келмейтін өте қиын күрделі зәрігерлік операцияны ешбір қателік жібермей шеберлікпен жасап шықты. Өзім жанында көмектесіп тұрып, таң қалдым. Қазір ұлыңыз жан сақтау бөлмесінде ұйықтап жатыр. 5-6 сағаттан соң есін жиып қалар. Бұйырса бір айдың ішінде құлағын таза айығып кетеді. Айтқаның келсін деген дауыстар жан-жақтан естілді.
енді не істеймін, қалай рахмет айтамын деп жігіт ағасы сасып салбырап абыржып қалды. Бәрін ақшамен сатып алуға болмайтынын ұқсаңыз болды. Бұл сізге өмірлік сабақ болсын. Азат сияқты қолы алтын жігіт әлі талай адамдарға өмір сыйлайды. Тура келген ажалдан алып қалады. Халыққа керек маман деп ермек бұрылып кетіп қалды. Сонда да біз кіріп шығайық, алғыс айтайық дегендерге медбике қыз: ол кісі жоқ, өте ауыр операциядан кейін қатты шаршап үйіне қайтып кетті деді. Ал шын мәнісінде Азат дәлізде тұрған жігіттің әкесінен бет-жүзін көргісі келмеді. Азды-көпті жинаған қаржысын соңғы теңгесіне шейін санап бергендіктен ауырған анасын шетелге апарып емдете алмағанын айтқысы келген жоқ. Қатты қиянат көрген жаман адамды қайта көру жан дүниесін жаралайтын бір өзі ғана сезді. Барлық қиянатшыл пенделерді осындай тәсілмен тәрбиелеу мүмкін емес-ау деген өкінішті ой санасына келді. Авторы Нұрила Бектемірова. Әңгіменің соңы. Тыңдағандарыңызға рахмет. Төменге өз ойларыңызбен бөлісе кетіңіздер. Каналымды жоғалтып алмау үшін тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта өте әсерлі әңгімелерді дабыстайтын боламын.